Мен Ұлан каналыма қош келдіңіздер. Біз тәуелсіздікті 1991 жылы 16 желтоқсанда алған болатынбыз. Бірақ сол тәуелсіздік жолында жандарын құрбан еткен біздің тұлғаларымыз бар. 1986 жылы желтоқсан көтерілісіне қатысып, қазақтың тәуелсіздік жолында жандарын құрбан еткен біздің ата-апаларымызды білуге біз міндеттіміз. Енді сіздерге айтайын дегенім, TikTok, Instagram, Facebook әлеуметтік желілерінде өздеріңізде көрген боларсыздар. Журналистер көшедегі жолаушылардан біздің желтоқсанда жандарын құрбан еткен біздің тұлғаларымыздың суреттерін қолдарына ұстап, бұл кім деп сұрап жатса, жасы үлкені де, орта жастағылар да, кіші жастағылар да ешқайсысы білмейді. Неге ешқайсысы деп айттым? Себебі білетіндер санаулы ғана. Жасыратын жоқ, 80-90% білмейді негізі. Көпке топырақ шашпаймын. Білетіндер бар ғой енді, бірақ санаулы ғана екен. Мен соған көзім жетті. Қарап отырып ашуым келеді екен. Сіздерге желтоқсан көтерілісін қысқаша айтып берейін, иә? 1986 жылы 16-19 желтоқсан аралығында Алматы қаласында желтоқсан көтерілісі болды. Себебін білесіздер деп ойлаймын. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев биліктен кетіп, оның орнына қазақ тілін, қазақ жерін мүлдем білмейтін Колбин келген болатын. Ал қазақ жастары жаппай қарсы болды. Және де желтоқсан көтерілісі басталды. Бұрқасын 86 деген естулеріңіз бар ма? Бұл желтоқсанға қатысқан жастарды жазалау үшін ұйымдастырылған арнайы құпия жоспар негізі. Сібірдегі арнайы жасақ қой бұлар. Ал желтоқсан көтерілісіне қатысқан жастарды қалай жазалағанын сіздер өздеріңізде жақсы білесіздер деп ойлаймын. Сумен атқан, қыздардың шаштарынан сүйреген, мұзға отырғызған, қыстың аязында. Өтте қатыгездік жасаған ғой енді. Тәуелсіздік алу жолындағы ата-апаларымызды біліп жүру біздің басты парызымыз. Сіздерге осыны айтқым келеді. Осы ата-апаларымыздың суреттерін сіздерге көрсеткім келіп отыр. Және де Қайрат Рысқұлбековтың соңғы айтқан сөздерінде сіздерге көрсеткім келіп отыр. Осыған назар аударсаңыздар. Күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар, қасқалдақтай қаным бар, бозторғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар, қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Мен нетерімін, мен келмеске кетермін. Көрмеген қош бол таңдарым, көре алмай мен өтермін. Қош аман бол артымда, ағайын туған азамат. Артымда қалған атанам, ел жұртым, саған